бүгін ауылымызға елімізге төніп тұрған осындай судан осындай жыландар шығып жатыр. Бұны халық әртүрлі жорамалдауда. Біреулер осылай су жыланы десе, біреулер Аллахтан келіп жатқан сынақ деп жатыр. Оны ауылдың жігіттері осылай жыланды алып, келемеждеп, ойыншық қылып, біреулері тіпті қолымен ұстап көріп жатыр. Өте қорқынышты. Бірақ үлкендердің айтуынша бұл ешқандай да шақпайды екен. Бұл жылан судың өзінің су жыланы деп осылай жігіттерге қайтадан өзінің суына жіберіңдер деп жіберіп жіберген болатын жайыққа. Онымен ол жылан қайтадан суға ары қарай кетпей, осылай салынған қапшықтағы топырақтардың үстімен қайтадан арасынан өтіп шықты. Өте қорқынышты жағдай. Қандай жағдай болса да тек Алла хайырымен нәсіп етсін. Қандай сынақ келсе де Алла тағала тек жеңілдігін берсін баршамызға.